Бұл видеода сіздер таңдаған товарларыңызға оплата жасауды үйренетін боласыздар. Жалпы оплата жасамас бұрын мен сіздерге мына жерде бір дүниені көрсеткім келіп отыр. Мына жерде мысалы бізде мына кошелектің суреті тұр ғой, міне мынау бізде сіздердің төленбеген товарларыңыз, яғни сіз оплата жасалмаған төленбеген товарларыңыз сізде осы жерде тұрады. Сосын мына жерде сіздің төлеген товарыңыз и топтық жаңағы Пендуа сайтында топпен бірге сатып алу деген бар. Сол осы жерде тұрады, яғни сіздің товарыңыз продавецке төленді деген сообщение болады. Ал мына жерде тұрған бұл сіздің упаковкаға кеткен товарларыңыз. Келесіне грузовиктің суреті бар. Бұл жерде доставкаға кеткен товарлар, яғни Қытайдың ішінде сіз таңдаған сағатқа доставка кетіп бара жатқан кезде осы жерде сіздер көре аласыздар. Осы жерден трек кодты аласыздар. Ол туралы видео түсіремін. Ал мынау сізде уже товар складқа жетті, жаңа Қытайдың складына. Соны білдіреді. Сосын сіздермен бірге отырып бір товарға оплата жасайтын боламын. Жалпы Пендуа сайтында оплата жасаудың бірнеше түрі бар. Соның бірі жаңағы жүрекшені басып, мына жерде тұр ғой жүрекше, осы жүрекшені басып добавить корзину деген болады. Жүрекшені бассаңыз сізде корзинаға добавлять етеді товарыңыз. Через корзина арқылы төлем жасасаңыз болады. Мысалы, мына жерде сіз бірде мына қызылды басып, мына жерде бітетін болсаңыз, сіз бір товардың, осы товардың бір түрін ғана ала аласыз да бұл жерден. Бірнеше штук, бірақ бір түрінен қарап, басқа түрлерінен уже таңдай алмайсыз. Басқа, мысалы, бір товардың бірнеше түрін алу үшін сіздерде міндетті түрде жаңағы мына жерде жүрекшені басып, и осы жүрекшені басу арқылы корзинаға добавлять етіп, через корзину ала аласыздар. Корзинаға добавлять еткен товарлар мына жерде профильдің суретін басасыздар. Мінекей. Профильдің суретін бассаңыз, сізде мына жерде мінекей мынандай тұрады. Пакетик. Міне осы. Осы пакетиктің үстінен бассаңыз, сіздерде корзинаға добавлять еткен товарларыңыз шығып тұрады. Осының ішіне мысалы қай товарды таңдайсыз? Мысалы, мен мына аяқ киімді жүрекшені басып корзинаға добавлять еттім. Мысалы, мен осы аяқ киімнің екі түрін таңдаймын. Товар таңдамастан бұрын алдындағы видеода айтып өткенде емірші отзыв қараймыз, магазин рейтингін қараймыз, бәрін тексереміз. Себебі сіздер товардың сапасы тікелей сізге байланысты болады бұл жерде. Мына жерде мынаны бассаңыз, мінекей, сізге товар таңдауға мүмкіндік береді. Мінекей, мынаны басамыз. Сонда бізге мінекей осы аяқ киімнің түрлері, мысалы, қызыл түсінен мен мысалы 30 размерді алайын, қызылды басамын астында тұрған. Сосын тағы бір керек маған, например. Мына ол үшін астында плюс, минус плюс деп тұр ғой. Соны басасыздар. Сонда сізде тағы шығады. Енді бізге мына қара түсінен мына размерді таңдайық, Добавить, егер мысалы осыдан 2 штук болса, мына жерде қосасыздар бүйтіп. Мен осылай 1 штук деп нете берем, мінекей. Үстіп, өзімізге керек товарларды осылай через корзина арқылы алсақ болады. Енді мына жерде бізде 53 юань деп көрсетіліп тұр. Мысалы, 2 аяқ киім 53 юань деп шықты. Егер мысалы мына жерде тағы добавлять еткен, мысалы мен мынаны тағы еще добавлять еткен корзинаға. Бұдан да алатын болсаңыздар, тоже осының үстіне галочка басып, жаңағы товарыңызды таңдап, қандай размер, қандай түрі керек, соны таңдайсыздар, галочка басасыз. Уже бұның да бағасы мына жерге есептеледі. И сол 2 товарға бірдей оплата жасап, солай ала аласыздар. Мен пока мынаны ғана аламын, мына жерде басамын, қызылды. Мінекей, жоғары жақта сіздерде карго адресі тұрады. Яғни осы адреске доставка жасаймыз ба деп сұрайды. Сосын мына жерде міндетті түрде мына қызыл жүрекше тұр ғой. Мінекей, мынау оплата жасағанда міндетті түрде осыны белгілейміз. Яғни шетел картасымен оплата жасау деген. Осы қызылды белгілейсіздер.
Сосын мына қызылды басасыздар. Қызылды басқаннан кейін сіздерде осындай жаңағы нақты бағасы шығады товардың. Мына жерде 55 юань. Жаңағы шетелдік картасымен оплата жасаған үшін сізде 3% бар. Сонымен бірге сізде 55 юань болып тұр. Енді осы 55 юаньда мына жерде мынандай программа бар. Конвертер деген. Мінекей. 55 юаньды теңгеге айландырасыз, сонда 3640. Мінекей 3640 теңге оплата жасайсыздар. Мінекей. Мына жерде қызылды бассаңыздар, сіздерде төлем паролін сұрайды. 6 сандық төлем паролі. Басында карточка енгіздіңіздер ғой. Сонда карточка енгізген кезде сіздер 6 сандық пароль ойлап тапқан боласыздар. Соны жазасыздар. Сосын сіздерде карточканың артындағы 3 санды сұрайды. Сол карточканың артындағы 3 санды қандай карточка енгіздіңіздер, сол карточканың артындағы 3 санды теріп төлем жасайсыздар. Сол карточканың артындағы 3 санды енгізгеннен кейін сізде Каспий Голд болса, Каспий Голдтан сол мысалы 55 юаньды сіз списывать етілетін болады. Мінекей, менде төлем паролін бірден сұраған жоқ, менде сразу карточканың артындағы 3 санды сұрап тұр. Себебі мен жерде өзім настройкада отпечатка пальцев қойып алғамын. Осылай оплата жасап, товарларыңызды алсаңыздар болады. Соны жерде тағы да бір айта кететін дүние, сіздер жаңа мен төлеген оплата жасаған жоқпын ғой. Мына жерде мысалы оплата жасалмаған товар менен 1 штук тұр. Осы оплата жасалмаған товар бұл жерде 24 сағат тұрады. 24 сағаттан кейін бұл жерде өзі ол жойылып кетеді. Сосын сіздерде тағы бір айта кететін дүние, мысалы сіздер бір кез келген товар таңдаған кезде сіздерде мынандай шығуы мүмкін. Қазір мінекей нақсап астына қарай түссеңіздер, ортасында міне осында сағат жүріп тұрады ғой. Сағат осындайларды бірігіп сатып алу. Егер сіз осы жерде мысалына қызылды бассаңыз, осымен бірге қосылып сатып аласыз, сіздің товарыңыз жаңағы төленбеген товар, төленген товар деп нетпейді, бірден сағатқа қарай өтетін болады. Бұл жерде мысалына қызылды басқаннан кейін сразу қандай товар таңдау керек, соны таңдайсыз. Жаңа мен көрсеткенде оплата жасап, товарыңызды бірден жаңағы сағатқа, яғни упаковкаға жіберсеңіз болады. Негізі в основном товар сатылған кезде осылай жасасаңыздар, товарларыңыз тез каргоға жететін болады. Жаңағы көрсеткен ол бірігіп сатып алу деп аталады. Сол бірігіп сатып алуды в основном мысалы мына жерде товар қараған кезде мына жерде көріп тұрсыздар ма? Мына жерде домалақ тұр, мінекей. Мына жерде домалақ тұр. Осындай домалақ бірігіп сатып алу бар деген сөз. Яғни осындайларға кіріп бірігіп сатып алсаңыз болады. Егер сіз мысалы товар таңдаған кезде бірігіп сатып алмай, мысалы мынаны баспай, сіз егер мынаны басып төлем жасайтын болсаңыздар, сіздер мына жерге түсесіздер автоматты түрде. Яғни топпен бірге сатып алуды күтетін боласыздар. Сондықтан міндетті түрде в основном егер осындайлар тұрса, осы бірігіп сатып алуды басып, осымен оплата жасағандарыңыз дұрыс. Осыны таңдағандарыңыз сіздерге тиімді болады. Сізге егер видео ұнаған болса, подписаться етіп, лайк басып кеткенді ұмытпаңыздар.